Автосақтандыру полисінің алғашқы рәсімделген күні бойынша айқындалатын болады. Халық осы заңдастыру аясында оң рульді көліктерді қазақстандық тіркеуге қоя алады ма? Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысы заңдастырудың екі критерийін белгілеген болатын. Біріншісі, автокөлік іздестіруде болмауы керек, екіншісі, кедендік тазалаудан өтуі керек. Егер аталған автокөліктер осы талаптарға сәйкес келсе, әрине оларды тіркеуге ешқандай кедергі болмайды. Автокөліктердің шығарылған жылы мен экологиялық класы бойынша заңдастыруға шектеулер бола ма? Заңдастыруға жататын автокөліктердің жылына және экологиялық класына ешқандай талаптар қойылмайды. Қазақстанда сары номерлерді бере отырып, уақытша тіркелген армян автокөліктеріне заңдастыру қолданыла ма? Біздің елде уақытша тіркелген армян автокөліктерде заңдастыруға жатады. Оларды кедендік декларациялау талап етілмейді. Себебі 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап олар Евразиялық экономикалық одақтың тауарлары болып табылады. Заңдастыру үшін қанша төлеу керек? Негізгі төлем бастапқы тіркеу үшін алым ол 200 000 теңгені құрайды. Қалғаны техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін алынатын төлемдер. Олар үшін тағы 13 171 теңге төлеу қажет. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік нөмір мен техникалық паспорт үшін төлем сомасы шамалы өзгереді. Өйткені баждар айлық есептік көрсеткіштерге байланысты есептеледі. Заңдастыру процесі қалай жүретінін қысқаша сипаттай аласыз ба? Заңдастыруға өтінішті электрондық үкімет порталы арқылы немесе арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына жеке өтініш жасау арқылы беруге болады. Ұсынылған құжаттар мен автокөлік құралын іздестіру базалары бойынша тексереміз. Одан кейін автокөлік арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының тексеру пунктіне агрегаттардың нөмірлерін салыстыру үшін ұсынылады. Содан кейін егер талап етілсе, автокөлікке кедендік декларациялау жүргізіледі. 200 000 теңге мөлшерінде бастапқы алым, сондай-ақ техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін мемлекеттік баж төленеді. Тіркеу бекітілгеннен кейін автокөлік иесіне қазақстандық техпаспорт және мемлекеттік нөмір беріледі.